Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 8-ші сыныптар үшін 3-ші тоқсандағы номер 1-ші химиялық элементтердің периодтық жүйесі бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде 2-ші нұсқа. Олай болса тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма бізге кестені толтыру керек. Элементтер берілген, ядро заряды, период, топ, протон, нейтрон, электрон сандарын табу керек. Натрий элементі бізде 11-ші элемент, салыстырмалы атомдық массасы оның 23. Ядро заряды плюс 11 болады. Период. Натрий бізде 3-ші период, топ 1-ші топ, протон саны 11 протон. Енді осы жерде нейтрон саны көбісі сұрайды менен. Яғни бізде натрий 11-ші элемент, салыстырмалы атомдық массасы 23. Осы 23-тен 11-ді шегересіздер, сонда нейтрон саны шығады. 23-тен 11-ді азайтамыз. 12 нейтрон. Неше электрон бар? 11 электрон. Протон мен электрон санын міндетті түрде ол реттік нөмірге тең. Келесі элемент бізде хлор. Хлордың ядро заряды плюс 17. Период 3-ші период. 7-ші топ. Протон 17 протон, 17 электрон бар. Енді салыстырмалы атомдық массасы бізде 35,5-ке тең, сондықтан 18,5 нейтрон саны. Келесі элемент бізде мырыш. Мырыш 30-ші элемент плюс 30. Периоды. Мырыш бізде 4-ші период. 2-ші топ. 2-ші Б топшасы. Б топшасы. Б деп қояйын, себебі қосымша топ элементі. Протон, нейтрон сандары 30 протон, 35 нейтрон, 30 электрон. Келесі азот. Азот 7-ші элемент плюс 7. Периоды 2-ші период, 5-ші топ. Протон саны 7 протон, салыстырмалы атомдық массасы 14, 7 электрон, 7 нейтрон. Келесі тапсырма бізде фосфор, хлор, бром элементтердің электрон деңгейінің таралуын жаз. Так, фосфор бізде плюс 15. Так, электронның таралуын былайынан көрсетейін. 2, 8, 5. Келесі элемент хлор. Плюс 17 ядро заряды. 2, 8, 7. Енді бром элементі. Бром. Ядро заряды плюс 35. 2, 8, 18, 7. Енді бұл элементтің топтық саны олардың атомдарының құрылымы мен қалай байланысады? Элемент жалпы сол элементтердің топтық саны олардың атомдарының сыртқы электрондық қабатындағы электрондар санына тең. Мысалы, осы жерден қараңыздар. Фосфор 5-ші топта орналасқан. Көрдіңіздер ма? Сыртқы электрон 5-ші топты көрсетіп тұр. Бром мен хлор 7-ші топта орналасқан. Мені қараңыздар, 7 және 7. Сыртқы қабатындағы электрон санына тең. 7 электрон бар. Сонда қай топта орналасады, сыртында сонша электрон болады ғой. Келесі тапсырма кальцийдің химиялық элементіне сипаттама беріңіз. Кальций
таңбасы, реттік нөмірі 20, салыстырмалы атомдық массасы 40, төртінші период, төртінші қатар, екінші топ, топшасы, негізгі топша, ядро заряды плюс 20 протон, нейтрон сандар, 20 протон, 20 нейтрон, 20 электрон. Электрондағы деңгейлер, так, плюс 20, былай қарай болады. 2, 8, 8, 2. Атомның электрондық графикалық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Келесі, қарапайым заттың қасиеттері. Металл, сілтілік, жер, металлы, так, белсенді, жоғарғы оксидтері, кальций О, гидроксиді, кальций OH2, тұзы, так, кальций, хлор 2 деп алсаңыздар болады. Ұшқыш сутекті қосылысы негізі түзбейді, металл болғандықтан тек гидрид түзеді, кальций H2. Келесі тапсырма, қай элемент артық, себебін түсіндіріңіз. Фтор, хлор, бром, марганец, йод. Бұл жерде марганец артық, себебі бұлардың барлығы 7-ші топта тұрады, бірақ марганец қосымша топша элементі. Қалғандардың бәрі негізгі. Оттек, күкірт, селен, телур, натрий. Міне натрий, сілтілік, металл, бірінші топта, ал мыналар барлығы 6-ші топ элементтері, 6-ші топта. Ерекшелік осыда. Келесі тапсырма, бром элементін болжау. Қай ұяшыққа ұяласына жатады? Так, 7-ші топ, негізгі топша, 4-ші периодта. Так, реттік нөмірі 35. Қандай қасиеттері бар? Күшті, так, мына жерге сыймай қалайын деп тұр. Күшті бейметалл, галоген, так, галоген, өткір, есті, сұйықтық. Қай элементтерге ұқсас? Әрине ол өз тобындағы, яғни 7-ші топтағы фторға, хлор, йодқа ұқсайды.